Бірінші бөлім, шешім. Мен әрқашан өзімді қатардағы еркек санайтынмын. Жұмыс, үй, отбасы бәрі орында. Бірақ төсекте мен әлсіз едім. Әйелім Жанарды толық қанағаттандыра алмайтынмын. Оның көзіндегі ол көңілсіздікті, сусынды ішкендей болып қалатын сәттерді көретінмін. Менің серігім кішкентай әрі тез бітетін. 1-2 минуттан кейін бәрі аяқталып, ол жатып күлімсіреп, бәрі жақсы дейтін. Бірақ мен білетімін, жақсы емес. Бір күні досым Ерболға айттым. Ол менің ең жақын досым, бірге өскенбіз, сырласымыз. Сен сияқты жігіттерге қыздар құмар болады дедім күліп. Ол да күлді, неге олай ойлайсың, ол сені сүйеді ғой. Бірақ мен іштей ойладым, егер ол біреумен шынайы ләззат алса ше. Мен оны аяйтынмын. Оны шынымен бақытты еткім келетін. Содан бір кеште ішімдік ішіп отырып айттым, Ербол, сен әйеліммен болсаң қарсы емеспін. Тек мен сыртынан қарап тұрайын. Мүмкін солай рахат алып шыңға жетермін. Ол таңғалды, күлді, қойшы, сен жындысың ба деді. Бірақ мен байсалды едім. Жоқ, шыным. Ол ләззат алсын. Мен үшін де қызық болар. Ол келісіп қойды. Іштей мен қуандым. Бұл менің шешімім еді. Сол кеште бәрі болды. Ербол үйге келді, қолында бір бөтелке, Жанар алғашында ұялды, беті қызарып, сенің есің дұрыс па деді. Мен оған жұмсақ қана, құлыным, мен үшін де, сен үшін де жақсы болады. Мен қасында боламын, қарап тұрамын дедім. Ол үндемеді, бірақ көзіне қарасам, іштей қызығып тұрғанын байқадым. Жатым бөлмеде шамды өшірдік, тек түнгі шам жанды. Мен креслоға отырдым, қараңғы бұрышта. Ербол Жанардың қасына жайғасып қолынан ұстады. Ол әуелі қысылды, бірақ Ерболдың даусы жұмсақ, сенімді еді. Қорықпа, жаным, бәрі жақсы болады деді. Ербол оны сүйді. Ұзақ терең сүйді. Мен бұрын оны сондай сүймеппін. Оның ерінен шыққан кішкентай бірдем менің жүрегімді қысып жіберді. Төменгі жақтарым ояна бастады, қатты оянды. Ербол киімдерін сыдыра бастады. Әйелімнің блузкасын шешкенде оның ақ көкіректері шықты. Жанардың аузынан шыққан дыбыс ерекше болды, менің серігім тас болып қатып тұрды, бірақ қол тигізбедім, тек қарап отырдым. Шын сөзім, ауызбен айтып жеткізе алмаймын, тап бір ыңғайсыз кинодағы тірліктердің бәрін жасады. Олар бірге шыңға шықты, бір рет емес, 2 рет. Дауысы бүкіл бөлмені толтырды. Мен қарап отырып өзімді аунатып тастадым. Бірақ ләззатпен қатар қызғаныш. Өте қатты қызғаныш. Ол менің әйелім еді. Бірақ қазір ол Ерболдікі сияқты көрінді. Содан кейін бұл әдетке айналды. Аптасына 2-3 рет Ербол келетін. Мен әрқашан қасында отыратынмын. Әуелі қиналамын, кейін қызғанатынмын. Ол маған бұрынғыдай жылы қарамай бастады. Төсекте мен оны қанағаттандыра алмайтынмын, ол енді білетін шынайы ләззатты. Бір күні Ербол кеткеннен кейін әйелім маған, рахмет саған деді. Бірақ көзінде басқа нәрсе бар еді. Мен сұрадым, сен бақыттысың ба? Ол бас изеді. Иә, бірақ сен, деп үзіп қалды. Көп ұзамай байқадым, Жанар Ерболға жазады. Телефонда күлімсірейді. Маған бұрын айтпайтын сөздерді айта бастады. Бүгін шаршадым деп мені құшақтамай жататын болды. Ербол мағанда бұрынғыдай ашық емес еді, көзін тайдыратын. Бір түнде олар жатқанда, Жанар Ерболдың құшағында сені жақсы көремін деп сыбырлады. Мен естідім. Жүрегім суыды, бір айдан кейін Жанар маған айтты, мен Ерболмен кетемін. Ол жылаған жоқ. Тек сен маған жақсылық тіледің. Бірақ қазір мен шынайы сезімді таптым деді. Мен ештеңе айта алмадым. Өзім рұқсат бергенмін. Өзім ашқан есіктен ол кетті. Қазір жалғыз отырып ойлаймын, неге сондай ақымақ болдым. Әйелімді аяп, оны басқа еркектің құшағына итердім. Оның шынайы itергенін естідім, шынайы ләззатын көрдім, бірақ ол маған емес, досыма арналды. Ербол енді менің досым емес. Енді менің әйелім емес. Менде қалғаны өкініш. Терең, ауыр өкініш. Ешқашан кетпейтін. Мен әлсіз едім төсекте. Бірақ одан да әлсіз едім жүректе.
Өз қолымен отбасымды бұзған адам сияқтымын. Енді түнде ұйықтай алмаймын. Қатты өкінемін. Жанардың Ерболды жақсы көремін деген сөзі. Оның Ерболдың атын атаған сәттері. Мен бәрін жоғалттым. Тек өкініш қалды. Мен ешқашан ұмытпаймын сол түнді. Әйелімнің дауысы құлағымда әлі тұр. Ол дауыс маған емес, басқа еркекке арналған еді. Мен өз қолыммен ашқан есіктен ол кетіп бара жатты, ал мен артта қалып, мәңгілік өкініштің тұтқыны болдым. Бәрі фантазия сияқты басталған. Қызық болар, жаңалық әкелер деп ойладым. Әйелімді басқа еркектің құшағында көргім келді. Сондықтан рұқсат берейін, ол ләззат алсын деп шештім. Досымды шақырдым. Өзім қарап отырдым. Алғашқы түнде қызғандым. Өте қатты, жүректі қысып жіберетін қызғаныш. Көп ұзамай ол өзгерді. Маған бұрынғыдай жылы қарамайтын болды. Телефонда күлімсірейтін, хат жазатын. Мен сұрадым, сен бақыттысың ба? Ол, иә деді, бірақ көзінде мен емеспін. Жылаған жоқ. Тек фактыны айтты. Мен ештеңе айта алмадым. Өзім рұқсат бергенмін ғой. Өзім сұнғамын. Қазір жалғыз отырып ойлаймын, неге сондай ақымақ болдым. Төсектегі әлсіздікті басқа жолмен шешуге болатын еді. Дәрігерге бару, терапия, шыдамдылық. Бірақ мен әйелімді басқаға сыйладым. Оның жүрегінде, тәнінде жоғалттым. Түнде ұйықтай алмаймын. Оның шынайы бақыты менсіз. Мен бәрін жоғалттым. Отбасымды, махаббатымды, өзімді құрметтеуімді. Қалғаны өкініш. Терең, ауыр, ешқашан кетпейтін өкініш. Егер уақытты кері қайтарсам, ешқашан рұқсат бермес едім. Ешқашан, бұл ең үлкен қателігім. Мәңгілік жазам.